Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен өнеркәсіп географиясын арғарай жалғастырамыз. Сонымен өнеркәсіп салалары бірінші металлургия саласын қарастырайық. Металлургия. Жалпы металлургияны біз екіге бөліп қарастырамыз. Ол біріншісі қара металлургия, екіншісі түсті металлургия. Жалпы қара металлургияның Қазақстан 70%-ын экспорттайды екен. Жалпы қара металлургияның негізгі кені балалар, ол темір. Темір дүние жүзі бойынша Ресей, Қытай, Бразилия, Австралия елдерінде қоры өте көп екен. Жылына 750 миллион тонна болат балқытылады екен. Яғни болат ол темірден алынатын өнім, дайын өнімді біз болат, прокат, шойын деп атаймыз. Жоғарғы сыныптарда сіз олармен жақсырақ танысасыздар. Келесі түсті металл. Яғни түсті металлды ол кеннің ішінде оны алысқа тасымалдау өте тиімсіз. Себебі кеннің құрамында ол өте көп болмайды. Яғни түсті металдарға біз нені жатқыза аламыз? Мысалы, мырыш, қорғасын, мыс, сирек металдар тағы, сирек металдар. Тағы басқа деп айтуға болады. Ал енді Қазақстанда тазартылған, немесе балалар оны рафинатталған мыс деп айтылады, жақсы дамыған. Біз оны Европа елдеріне, Германияға, Италияға экспорттаймыз екен. Орталық Қазақстанда мыстың үлкен кен орындары бар. Ол мыс кен орындарын ашқан, Сәтпаев болатын. Жақсы есімізге салып отырайық. Енді металлургиямыз қара және түстіге бөлінді. Осы темір де жаңа түсті металдардың барлық қорыда Қазақстанның жер қойнауында кездеседі екен. Екінші сала, яғни өнеркәсіп географиясы балалар, ол машина жасау. Жалпы машина жасау деген қандай сала? Қызмет көрсету саласы және өндірілген өнім құны көрсеткіші бірінші орындағы сала екен. Оның өзі көптеген түрлері бар, машина жасау бірнеше салаларға бөлінеді. Жалпы машина жасаудың 10-9 бөлігі балалар дамыған елдерге тиесілі екен. Ал енді оның салалық құрылымын біз 3-ке бөлеміз екен. Ол ескі сала, екіншісі балалар жаңа сала, үшіншісі ең жаңа сала. Машина жасаудың жаңағы салалық құрылымы. Ескі сала, яғни ескі салада ол мысалы біз оған кеме жасауды айтсақ болады. Ең ежелгісі деген сөз. Екінші, жаңа салада автомобиль жасауды біз жаңа салаға жатқызуға болады. Автомобиль жасау. Ал енді ең жаңа салаға не жатқызуға болады? Әрине, электронды машиналарды жасау. Оның түрі өте көп, электронды машина деп қояйық. Енді балалар, жалпы дүние жүзі бойынша осы машина жасаудың ірі 4 аймағы бар екен. Яғни мен мұны жерге жазып қойдым. Ірі 4 аймақ. Есімізге салып аламыз. Ол аймақтар. Бірінші, ол солтүстік Америка, бұл жерде өнімнің барлық түрін жасауға болады екен. Екінші, ол Европа, бұл жерде өнім шығаруға жан-жақты өте дамыған екен Европа. Үшінші, шығыс және оңтүстік шығыс Азия. Бұл жерде жоғары технология өнімдерін шығару. Төртінші, ТМД елдері, ол халықаралық маманданған салаларға бағытталған екен. Яғни ең 4 негізгі машина жасаудың аймағы бар екен. Жалпы біздің елімізде машина жасау өнеркәсібі қалай дамыған? Бізде, мысалы, Шымкент қаласында пресс-автомат, Ақтөбе қаласында рентген заводы, Талдықорған қаласында аккумулятор заводы, Астанада сорғыш заводы және Алматыда металл кесетін станок заводтары жұмыс жасайды екен.
тағы осы машина жасаудың өнеркәсіптік құрылымына жабдықтар өндірісін жасайтын заводтар, орталықтар немесе Алматы, Қарағанды, Өскемен, Шымкент, Атырауда болса, ауыл шаруашылық машиналарын жасау Астана және Павлодар қалаларында дамыған екен. Жалпы автомобиль құрастыру Қазақстанда бұл Өскемен және Қостанай қалаларында бар екен. Яғни автомобиль құрастыру заводы. Жалпы біз Қазақстан, Швеция, Оңтүстік Корея, Германия, Жапония сияқты елдермен бірлескен кәсіпорындар жұмыс жасайды, және олар халық тұтынатын тауарларды өндіреді екен. Яғни машина жасау Қазақстанда да дамыған өнеркәсіп түрі екен. Келесі, үшінші өнеркәсіп түріне тоқталатын болсақ, бұл химия өнеркәсібі екен. Химия. Жалпы химия өнеркәсібі балар ерекше өнеркәсіп деп айтуға болады. Өйткені химия өнеркәсібі бір заттан бірнеше зат, ал бірнеше заттан бір зат алады. Яғни табиғаттағы жоқ заттарды өндіретін өнеркәсіп саласы екен. Жалпы ол Қазақстанда мұнай химиясы мен полимер химиясына негізделген өндіріс дүние жүзі бойынша химия өнеркәсібінің 4 ірі аймағы бар. Олар бірінші Америка құрама штаттары, екінші Батыс Европа, үшінші ол Жапония, төртінші ТМД елдері. Міне, негізі химия өнеркәсібі өте жақсы дамыған 4 аймақты айтып шықтық. Жалпы Қазақстанда химия өнеркәсібі фосфорит, мұнай газға негізделген, күкіртті газға негізделген. Ол Қазақстанның оңтүстігі мен батысында болса, оңтүстігі мен солтүстікте бізде химия өнеркәсібі, яғни тұздыға негізделген екен. Мысалы бізде балар Атырауда полиэтилен және пропилен шығаратын, Ақтауда пластмасса заводы бар, яғни полистиролды шығаруға негізделген 2 завод бар екен. Атырауда және Ақтауда химия заводтары, ұмытпаймыз. Бұл Қазақстан бойынша айтып тұрмын. 4-ші өнеркәсіп бұл орман және ағаш өнеркәсібі. Орман және ағаш өнеркәсібі. Енді бұл жерде балалар, орман біздің Қазақстанда өте тапшы. Бізде орман шығыста және оңтүстікте ғана кездеседі. Ал енді жалпы орманды біз 2 белдеуге бөлеміз екен. Біріншісі солтүстік орман белдеуі. Дүние жүзі бойынша солтүстік орман белдеуі бар. Және балалар ол қылқан жапыраққа негізделген екен. Яғни өсімдіктері қылқан жапырақты, Яғни қай жерде айтуға болады? Канада, Финляндия, Швеция, Ресей сияқты елдерде солтүстік орман белдеуі екен. Ал енді екінші балалар, ол оңтүстік орман белдеуі. Оңтүстік орман белдеуі. Балалар, бұл тек жапырақты екен. Қылқан емес, жапырақты. Так, Африка, Бразилия және оңтүстік Азияда жапырақты орманды кездестіруге болады екен. Бұл 2 орман белдеуі, бізде өкінішке орай бұл орман белдеуі тапшы. Бірақ оңтүстікте және шығыста бар екен. 2 белдеу, орман және ағаш өнеркәсібін айтып отырмыз. Ал енді бізде 5-ші өнеркәсіп түрі бұл тоқыма өнеркәсібі балалар. Тоқыма немесе біз оны жеңіл өнеркәсіп деп айтамыз. Барлық елдерде тоқыма өнеркәсібі жақсы дамыған, бірақ негізгі орталықтары бар балалар. Ол Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, ТМД елдері, Европа және ақш екен. Яғни тоқыма өнеркәсібінің негізгі үлкен 5 аймағын айтуға болады. Жалпы тоқыма өнеркәсібі дамыған елдерге қарағанда дамушы елдерде өте қарқынды дамып отыр екен. Жақсы, мен сіздерге орталықтарын жазып кетейін. Шығыс Азия, есімізге сақтап алу үшін, Оңтүстік Азия,
Америка құрама штаттары дедік. Так, ТМД елдері де жатады екен, және Европа елдері. Міне, осы 5 орталық тоқыма өнеркәсібі жақсы дамыған орталықтар екен. Міне балалар, бүгін біз сіздермен жалпы өнеркәсіп географиясында 5 өнеркәсіпті талдадық. Олар тоқыма, орман, химия өнеркәсібі, машина жасау өнеркәсібі және металлургия өнеркәсібі. Дүние жүзі бойынша тараған аймақтары, сондай-ақ Қазақстанның үлесін қарастырып өттік. Сіздерге сабақ түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.